Саламатсыздар ма оқушылар? Мына математика 1-ші тоқсанның 5-ші сынып 1-ші нұсқасы ТЖБ. Торт суретте көрсетілген 4 бөлікке бөлінді. Әр бөлік торттың 1/6 бөлігіне тең болатындығы дұрыс па дейді. Әрбір бөлік, мына бөлік, барлық торттың 1/6 бөлігі болатыны дұрыс па дейді. Әрине жоқ. Себебі тура 6 бөлікке бөлініп тұрған жоқ, және әрқайсысы әртүрлі. Дұрыс теңдікті таңдаңыз. Мына жерде 5 дәрежесі дегеніміз 3-ті өз-өзіне 5 рет көбейтілген болу керек. Ол жауап бізде мына. Сонда В жауабы. Үшінші есепті амалдарды орындамай-ақ көрсетіңіз дейді. 140 қосылған 160-тың қосындысы 20-ға бөлінетіндігін көрсетіңіз дейді. Оны қалай көрсетеміз? Бірінші 140 20-ға бөліне ма? Соны көрейік. 140 бізде 20-ға бөлінеді. 7. Жеке-жеке 160 20-ға бөлінеді. 20-ға бөлсек 8. Сонда екеуінің қосындысы да 20-ға бөлінеді дейміз. Мына жерде 64 көбейту 25-тің көбейтіндісі 16-ға бөліне ма дейді. Бұны 16-ға бөлу деген сөз мұны. Бөлшек сызып 16-ға бөлу. Сонда тек қана 64-тің 16-ға бөлінетін болса, соның өзі жеткілікті. Сонда 64 бөлу 16 дей саламыз, ол бізде 4. Яғни егер 64-тің өзі 16-ға бөлініп тұрса, екеуінің көбейтіндісі міндетті түрде 16-ға бөлінеді. Төртінші есепте қысқартылмайтын бөлшек түрінде жазыңыз дейді. Яғни мынаны қысқартылмағанша дейін қысқарту керек. 35 пен 77 екеуі де 7-ге қысқарады, 11 қалады. Мына жақта 7-ге бөлсек 5 қалады. Бұл екеуі де жай сандар, басқа ешқандай санға қысқарылмайды. Мына жерде 300-де 495-те 5-ге бөлінеді. Екеуін 5-ге бөлсек 60, мына жақта 99. Қарасақ, бұлар әлі қысқарады. Екеуін де 3-ке бөлуге болады. 20, 99-ды 3-ке бөлсек 33. Бұдан кейін басқа қысқармай қалады. Теңдеуді шешіңіз және жауабын тексеріңіз дейді. Мына жерде бірінші жақшан ашпай-ақ бірінші осылай жазуға да болады. 26 азайтылған 14. Сонда бұлымыз бізде 12-ге тең. Сонда x минус 3 тең. Мына екеуінің арасында көбейту болғандықтан 12-ні 2-ге бөлеміз. 6-ға тең. X тең. Минус 3 пен 6 қосылады, 9-ға тең болады. Егер тексеретін болсақ, мына 2 көбейтілген 9 азайтылған 3 қосу 14. Тексеріп көрейік. 9-дан 3-ті азайтсақ 6. 6-ны 2-ге көбейтсек 12. 12-ге 14-ті қоссақ 26. Мына 26 мен тең. Екеуі тең болды. 6-шы есеп. Кассир бір киноға күнделікті сатылған билеттердің санын жазып алды. 4 күн бойы сатылған билеттер мына белгілі бір заңдылықпен сатылған екен. Бізден сұрап тұр 5-ші күні қанша билет сатылды. Енді мыналардың заңдылықтарына назар аударайық. 148, яғни мынаның арасында минус 1, 1-ге азайтылған кеміген. Одан кейін мына жерде 47 еді, 44 болды. Минус 3. 44 еді, 39 болды. Сонда минус 5. Солай ма? Келесі сонда минус 1, минус 3, минус 5. Келесі қаншаға азаю керек? Егер мыналарға мән беретін болсақ, бұл сандар бізде тақ сандар. Сонда келесі 7-ге азаю керек. Бізде 5-ші күні сатылған. 139-дан 7-ні азайтсақ, 132 шығады. Ал 7-ші есепте бізде сынып бөлмесінде жылуды сақтау үшін терезелерді жабысқақ лентамен желімдеу қажет болды дейді. Лентаны, сол лентаны, ұзын бір лентаны мына 49 және 91 сантиметрлік кесінділерге бөлу керек. Бірақ артық қиындылар қалып қоймау керек. Яғни бір үлкен бір лентамыз осындай бөліктерге бөліну керек. Я 49, я 91 сантиметрлік. Ол үшін бізден сұрап тұр, лентаның ең кіші ұзындығы қандай болады? Біз не табамыз? Әрине, екойы ең кіші ортақ еселігін 49 бен 91-дің. Бірінші қарап аламыз. 49 да 91 де қарап тұрсақ 7-ге бөлінеді.
49 7 мен 7-нің көбейтіндісі, 91 7 мен 13-тің көбейтіндісі. Екі ұяны қалай табады? Екеуіне де бірінші ортақ санды жазып аламыз, ол 7. Одан кейін қалған сандарды жазамыз. Көбейту 7, мына артық сан, және көбейту 13. Сонда 7-ге 7-ні көбейтсек 49, 49-ға бізде 13-ті көбейтсек 637.